Құрметсіздерма, YouTube арнасының көрермендері, мен бүгін гүл егетін топырақ дайындауға келдім. Мына үлкен қара ағаш. Осының түбінен қазір топырақ жинаймын. Қара ағашын жапырақтары, қурап түскен бұтақтары, бәрі осының шірінділерін, жапырақтың шірінділерін қазір жинап аламын. Беттерін, жапырақтарын кішкене алып тастайым. Осылай. Жеңіл топырақты осы жерден алатын боламын мен. Тек қана жапырақтың шірінділері осы жер. Осы жерден топырақ қазып аламын. Мінекей алып жатырмын. Тас бір нәрсе шықса алып тастаймын. Мінекей осындай жапырақтың шірінділері, ағаштың шірінділері. Осы шелекке қазір толтырып үйге алып барамын. Мына қара ағаштың астындағы топырақты алып келдім. Жеп-жеңіл, мінекей. Жеңіл болғандықтан бір шелекті осылай көтере салып жатырмын. Бұл өте пайдалы топырақ. Дренажды салып алдым. Мінекей дренажды салдым. Оған речной песок салам кішкене. Содан мына топырақ, таудың топырағы, көртышқандар қазады ғой. Көртышқандар қазған топырақты жинап келдім. Таудың майлы қара топырағы. Сол көртышқандар қазылған топырақты қолдансақ, тамырларын қысып қалмайды. Сол үшін сондай жерден топырақ алатын болам мен гүлдеріме. Осыдан саламыз. Және де қайталап құм салам. Кейін бағана жинап келген жеңіл топырағымды салам. Қара ағаштың жапырағының шіріндісі. Міне ағаштары жүр, олар тұра береді, еш нәрсе етпейді. Ағаш-мағаш еш нәрсе етпейді. Қайталап топырақ салам. Кейіннен гүлдерімді біртіндеп осылай топырағын төкпей, дәл осылай қазып алған бойынша еге берем. Бұның үстінен кішкене топырақ салам. Қалғанына бәріне осылай құм сеуіп шығам. Бұл кейіннен суғара топыраққа аралас кетеді өз. Астына кіріп. Жайпақ ыдысқа еккеннің себебі бойына кетпейді, жуан болып өсетін болады. Бұтағы жуан болады. Сопақ ыдысқа егетін болсаңыздар, ол бойына ұзарып кетеді. Аласа жайпақ ыдысқа егу керек. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Мінекей осындай ақша шақыратын гүліміз осындай үлкен.
Бұл 3 жылдық жапырақтарын осындай алып, жандарына да осылай салып қоям. Мына алдында салған нем, жапырағым. Тамырлаған. Осы тамыры бар. Тамырлаған. Мына бағанағы еккен жапырақтағы. Жапырағынан салсаңыздар, бір жапырақтан осындай 3-еу, 4-еу, 2-еу осылай болып көп шығады. Бұтағын кесіп алғанға қарағанда, жапырағынан шығарған гүл әдемі болып өседі. Мынау да жапырақтан шыққан 3 жыл бұрын осылай міне 4-еу осындай көлемі үлкен болып өсетін болады. Мына 3 жылдық гүлім. Биыл үлкен горшокқа отырғызып қойдым. Мына 3 жылдан кейін дәл сондай болып үлкен болып өсетін болады.